жөтелдің неден болатынын айтып кеткім келеді. Жөтел суық тигеннен жөтел болады. Тамақ ауырғаннан жөтел болады. Аллергический жөтел дейді. Аллергиялық жөтел де пайда болады адамға. Жөтеледі, сіз барасыз антибиотик ішесіз. Жөтеледі, сіз барасыз дәріні ішесіз. Химия дәріні ішесіз. Ол аллергияңызды одан ары қоздырады, одан ары жөтелесіз. Құрғақ жөтел болады. Кәдімгі қақырық сияқты шықпай тұратын жөтел болады. Жөтел неден болды? Жөтел сіздің суықтап қалудан, ыстықтан бірден суыққа бару, я болмаса терлеп тұрып суық іше салу, я болмаса жаңағы аллергиялық жөтел, неше түрлі жөтелдер болады. Ал енді жөтелді емдейтін түрлері ол бар. Мен де жөтелді емдейтін өзім тибеттік тәсілмен жасайтын майлы дәрім бар. Соны берем жөтелге көбінесе. Аллергиялық жөтелді оның да жолы басқа. Тағы да сіздер айтуларыңыз мүмкін, оны емін айтпайсың деп. Емін айтсаң құдай ау, жөтелдің өзіне қалай солай дәрі беруге болмайды. Өйткені ол аллергиялық жөтел ме, ол болмаса суық тигеннен пайда болған жөтел ме, я болмаса төркөз болып тұрған жөтел ме, соның бәрін анықтау керек болады. Анықтап барып емін айту керек болады. Ал табиғи жолмен емделетін жолдарды іздесеңіздер маған келуге болады. Үй жағдайында жаңадан жөтел басталған кезде тек қана ингаляция жасау керек. Буға отыру керек былай. Буға. Қандай буға отырасыз? Сода салыңыз кәдімгі. Ас содасын бір ыстық суға, мынандай ғана бір ыдысқа ыстық суға бір шай қасық ас содасын салыңыз да, сонымен демалыңыз. Я болмаса кәдімгі картоп бар ғой? Картопты пісіріңіз да, жаншып, үстіне су құйып соған демалыңыз. Картоптың өзіне демалыңыз. Сондай ингаляция жасау керек. Одан кейін ингаляция тағы да сіздерге айтатын жағдай бар. Ингаляция дегеніміз көп жасауға болмайды. Сіз жаңадан жөтелдіңіз, 2-3 күн ғана ингаляция жасаңыз. Балаға да сөйтіңіз. 2-3 күн ғана. Оны көп, мына жөтел қоймай жатыр деп 10 күн бойы ингаляция жасай берсеңіз, сіз мына нені, жөтелді астына түсіріп жібересіз өкпеге. Мына бронх тамырдағы жоғары жақтағы жөтелдің барлығы өкпеге түсіп кетеді, сіздің қабынғанның әсері сонда пайда болады. Көрдіңіз бе? Одан барып кәдімгі бронх обструктивный бронх деген болады, пневмония болады, неше түрлі жағдайға апарып соқтырады. Сондықтан сіздер ингаляцияның өзін бір 3 күннен артық істемеңіздер. Сіздерге осы ем туралы керек болатын болса, маған хабарласыңыздар. Маған тіркеліңіздер, сіздерге қызықты темаларды айтып отыратын боламын. Аман сау болайық.